Сәлем оқырмандарым, бұл мен Ая Жібек, сіздермен бірге дәл қазір ақшаға деген блогқа біз жұмыс жасайтын боламыз. Мықты сіздерге терапия беремін. Осы терапияны жасасаңыздар, кәдімгідей табыстарыңыз артып, күтпеген жерден ақша келіп, немесе қарыздарыңызды адамдар қайтарып беріп, оңай қарыздарыңыздан құтылып, сондай бір чудо болып кетеді. Және де бұл техника не только ақша, өміріңізде қандай да бір проблема болса, ақшаның орнына сол нәрсені ауыстырып, осы терапияны, техниканы қолданып жасай берсеңіз болады. Ендеше кеттік. Айтпақшы, менің парақшама подписаться етпеген болсаңыз, міндетті түрде қазір каналыма подписаться етіп қойыңыз, және де лайк басыңыз. Осы YouTube-тың ссылкасын достарыңызбен, таныстарыңызбен бөліссеңіз болады. Ендеше қазір мен сіздерге мықты NLP техника беремін. Ең бірінші сіздер жайғасып, ыңғайлы жерде отырып алыңыздар. Егер автобус немесе тағы да бір басқа шулы, базарда, тойда, қонақта жүрсеңіздер, ондай жерде істеуге болмайды. Желательно бұл техника өзіңізге пайдалы болсын, пайданы көрейін, іске ассын, табысым артсын, ақшаға деген блогым шешілсін десеңіз, осы жерден пауза қойып қойыңыз да, кейін тыныш жерде міндетті түрде айналып келіңіз, иә. Ал егер тыныш жерде жайғасып алып отырған болсаңыз, сізге бар жоғы 7-8 минут қана уақыт қажет. Ендеше кеттік. Егер сіз тыныш жерде отырсаңыз, дәл қазір сізге бірінші тапсырма. Ақша жайлы 5 негативті ойыңызды тез-тез жазыңыз. Дәптер бетіне ручкамен түсіріңіз. Білмеймін, ақша маған өте қиын жолмен келеді. Жұмысты жасаудай-ақ жасаймын, әйтеуір ақша келетін кезде бір проблема тап болады. Любой без проблемаңызды қазіргі таңда ақшаға қатысты, немесе ақшаға қатысты ойыңызды, неліктен сізге ақша көп келмейді. Любой, абсолютно. 5 ойыңызды жазыңыз. Жазу өте маңызды. Себебі сіздің прям ішіңізден барлық нәрсе шығуы керек. Сіздерге бірнеше уақыт берейін. 5 түрлі ақша жайлы негативті пікіріңіз. Кез келген. Бұрыннан келе жатқан, кеше пайда болған, бүгін пайда болған. Ақша жайлы негативті установкам жоқ демей, міндетті түрде тауып жазуыңыз керек. Жоқ болса, ойлап тауып алыңыз. Бір кітаптан оқып қалған, YouTube-тан көріп қалған, любой. Егер жазсаңыз, дәл қазір екінші тапсырма. Көзіңіз жұмыңыз, көзіңізді жұмып, просто менің сөзімді тыңдасаңыз болды. Ең бірінші ақшаға деген блок ойыңыз қандай ол? Дәл сол ой жазған, денеңізде қай жерде тұрған сияқты? Мойныңыз, басыңыз, аяғыңыз, ішіңіз, жүрегіңіз, қай жерде? Кәдімгідей соны алып сезініңіз. Екінші ойыңыз қай жерде тұр? Құлағымның артында деген сияқты, басым төбесінде. Яғни қазіргі сіздің тапсырмаңыз сол 5 блокты кәдімгідей денеңізде 5 жерден сезініп табуыңыз керексіз. Просто сезім. Просто бір ой келсе, интуиция келсе, сол жерді ұстау, сезіну. Басты тапсырма, просто сезіну. Ары қарай бірдеңке жасаудың қажеті жоқ. Егер сіз 5-еуінде сезініп, телаңыздан тапсаңыз, жай ғана каждый эмоцияны, так, иығымда ақша маған көп ақша келуі мүмкін емес, себебі менде үнемі бір проблема көп ақшаға. Вот сондай ойыңыз бар, арқа желкеде тұр деген сияқты. 5-еуінде табыңыз. 5-еуінде тапқаннан кейін, қазір 3-ші тапсырма өте маңызды. 3-ші тапсырма сол ойыңызды қазір барынша көзіңіз жұмып тұрыңыз. Сізде ақшаға қатысты бірінші 5 негативті убежденияны жазып алдыңыз. Сөйтіп телаңыздың 5 жерінен міндетті түрде тауып алдыңыз, 5 жерінен просто ұстап сезініңіз. Бір ауыртпалық келіп тұруы мүмкін, И қазір мен 1, 2, 3, 4, 5 деймде, бүйтіп қатты қолымды дауыс шығарып қалам, немесе бүйтіп шапалақ ұрам, хорошо? 5 дегенде. И сол кезінде, как будто сол 5 негативті ойыңыз сіздің телаңыздан прям сыртқа секіріп шыққандай сезім, эмоция болу керек. Көзіңіз жұмып тұрасыз, и сол нәрсені көз алдыңызға елестетесіз. Білмеймін, қандай ол? Құбыжық болып тұр ма, әшейін просто тас болып тұр ма, тау болып тұр ма, тал болып тұр ма, гүл болып тұр ма? Абсолютно любой нәрсені көз алдыңызға елестетесіз. Ендеше кеттік. Тапсырма түсінікті, Мен
сіз бірінші жазып алдыңыз, екінші денеңізде бүкіл нәрселер қай жерде екенін тауып алдыңыз. Енді соны мен 5-ке дейін санап бүйтіп шапалақты ұрып қалғанда, сіз сол нәрсе как будто сіздің денеңізден барлығы шығып бір затқа айналып кетеді де, сіздің көз алдыңызда тұрады. Ендеше дайын болсаңыз кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. И барлық нәрсе сіздің денеңізден шығып, сізге напротив бетте отыр. Максимально көзіңізді ашпай, жұмып, проживать етіңіз. Қандай? Қорқынышты ма, үсті жүн ба, немесе приятный ма, немесе просто тас па, су ма, аяқ киім ба, сумкаңыз ба, немесе сіз жек көретін адамыңыздың бейнесі тұр ма. Елестетіңіз. Елестетсеңіз, дәл қазір көзіңізді ашпай, 4-ші этап кешірім сұрау. Дәл қазір кешірім сұраңыз. Мен және менің әке-шешем, ата-бабам, ақша, сендерге деген қарсы пікірі болса, немесе ақша сендерден қорықсақ деп, мен қорықса, менің ата-бабам, менің отбасым, менің әке-шешем, менің ата-бабам, сендер жайлы қате пікірі болса, біз ақша сендерден қорықсақ, немесе кезінде менің ата-анам, ата-бабаларым бір адамды ақшаға алдаған болса, немесе ақшаны бір адамнан ұрлаған болса, бір адамнан қарыз алып қайтарып бермей қойған болса, менің ата-бабаларымның және де әке-шешемнің атынан кешірім сұраймын ақша сендерден. То есть бұл жердегі мағынаны түсіндіңіз ба? Сіз білмесе, сіздің прошлый опытыңызда сіздің ата-бабаларыңыз біреуден қарыз алып, немесе жауыздық жасап, ұрлауы мүмкін. Ақшамен өз опыттары болуы мүмкін. Сол сізге неосознанно қазіргі өмірде келуі мүмкін. Сол үшін қайтадан шын жүректен ішіңізден кешірім сұрайсыз. Алдыңызда сол ақшаның бейнесі тұр, құбыжық па, білмеймін, тас па. Ақша, мен өзімнің атымнан, әке-шешемнің атынан және ата-бабаларым атынан кешірім сұраймын сенен. Егер қандай да бір ата-анам, ата-бабаларым біреуден қарыз алып қайтармай қойған болса, біреудің ақысын жеп қойған болса, ақша жайлы біреуді өлтіріп қойған болса, ақша жайлы, сен жайлы ақша, ата-бабам, ата-анам жаман пікірде болса, дәл қазір кешірім сұраймын. Және де мен саған алғыс айтқым келеді. Сен менің өмірімде көп болғаныңды қалаймын. Сен менің өміріме тек қана бақыт алып келгеніңді қалаймын. Мен сенімен дос болғым келеді. Мен сенімен жақсы өмір сүргім келеді. То есть ақша бізге келсе құтылғымыз келіп тұрады. Сондықтан кәдімгідей адамға тілек айтқан сияқты, өзіңіздің күйеуіңізге, өзіңіздің балаңызға тілек айтқан сияқты, қазір ақшаға тілек айтыңыз. Ақшадан кәдімгідей кешірім сұраңыз. Бүкіл ата-баба, әке-шеше атынан кешірім сұрау өте маңызды, потому что егер сіз ешкімден ақша ұрламаған болсаңыз, егер сіз ақшадан қорықпайтын болсаңыз, значит, сізде неосознанно бұрын балалық шағыңыздан генетический жақтан келе жатқан проблемалар, ақшаға деген блоктар болуы мүмкін. Кешірім жақсылап сұрап аламыз, сөйтеміз де, дәл қазір терең тыныс аласыз. Терең, прям кіндіктен деп ауа шығарасыз. Дәл қазір терең ауаны жинаймыз. Ақша жайлы бүкіл денедегі негативті энергия, ойды жинаймыз. Бұлай жұдырығыңызды ақша жайлы жинадыңыз, шығарып тастайсыз. Тағы да үшінші рет. Ақша жайлы жинайсыз, шығарып тастайсыз. Енді қазір кешірім сұрап болсаңыз, ақшадан кәдімгідей видеоны паузаға қойып кешірім сұрасаңыз болады. Жылағыңыз келсе бір жылап алсаңыз болады. Әкеңіздің, шешеңіздің ақша жайлы ұрыс айқай шулары есіңізде болса, сол үшін де ақшадан кешірім сұраңыз. Сол кездегі бір негативті бір эмоция қалып қалған болса, соны қазір шығарыңыз. Егер сізге уақыт керек болса, видеоны тоқтатып қоясыз, асықпаңыз. Барлық кешірімді сұрап біткен болсаңыз, дәл қазір мен сізге тағы да 1, 2, 3, 4, 5 деп санаймын. Бағанағы ақша жайлы негативті пікіріміз бір құбыжық болып тұр ғой. Соны
плюс энергияға, яғни өте приятный бір әдемі затқа алмастырамыз. Яғни мен 1, 2, 3, 4, 5 дегенде шапалақты бүйтіп ұрып қалған кезде сол құбыжықты алмастырасыз. Ендеше кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Сіз құбыжықты позитивті, өте жағымды бір бейнеге ауыстырдыңыз. Сол бейнеге ауыстырсаңыз, кәдімгідей ақша жайлы 5 алғыс, ақшаға 5 алғыс білдіріңіз. Ақша жайлы 5 позитивті ой айтыңыз. Например, ақша менің саған алғысым шексіз. Себебі сен менің өмірімде көп болған сайын, мен өзіме де балаларыма да қалаған затымды ала аламын. Ақша саған алғысым шексіз. Сен көбейген сайын мен өзім ұнайтын ойымдағы комфорт үйді ала аламын. Ақша, мен саған алғысым шексіз. Сен қаншалықты өмірімде көп болған сайын, мен соншалықты көп әлемді саяхаттай аламын. Деген секілді өзіңіздің позитивті ойларыңызды. Например, ақша қазір көп болса, сіз өміріңізде қандай 5 дүние жасайтын едіңіз? Дәл соны айтыңыз. Ақша, саған алғысым шексіз. Егер сен менің өмірімде көп болсаң, мен бұлай өмір сүретін едім. Немесе өмір сүріп жатырмын деп айтсаңыз да болады. Барлығын айтып болыңыз. Көзіңізді жұмыңыз дәл қазір, ашпаңыз. Көзіңізді жұмып отырып, осының барлығын жасап жатырсыз ғой. Тағы да сіздің өміріңізде ақшаңыз көп екенін елестетіңіз. Ақша сіздің өміріңізде көп. Қалаған жеріңізге бара жатырсыз, қалаған жеріңізге саяхаттап жатырсыз, қалаған үйіңізді алып жатырсыз, қалаған машинаңызды мініп жүрсіз. Қарыз кредиттің барлығын жауып тастадыңыз. Дәл қазір Аллаға 3 благодарность айтыңыз да, көзіңізді ашыңыз. Дәл қазір біз бұл NLP техника арқылы ең бірінші ақшаға деген блокты таптық. Екінші, біз денемізден шығардық. Зажим болып тұрған жерінен. Үшінші, ол нәрсені прям сөйлесіп, кешірім сұрадық. Және де бұл жерде бізде кәдімгідей родпен байланыс болды. Ата-бабамен, ата-анамызбен. Ал род біздің өмірімізде өте маңызды. Одан кейін сіз кәдімгідей өзіңіз сезініп, ол ақшамен қалай дұрыс қарым-қатынас құру керек, оны да жасадыңыз. Яғни біз бір ғана техника жасау арқылы 5 түрлі этаптан өттік. Және де мен сізді құттықтаймын. Расында да сіз бай бақытты болуға лайықтысыз, ақша көп табуға лайықтысыз, ақшаңыз көп адам болуға лайықтысыз, және де сеніңіз өзіңізге, өмірде барлығы мүмкін. Және осы жерде сізге айтқым келетін тағы бір мәселе, егер сіз бұдан да терең, менің кем дегенде 5, 6, 8 терапиямды алғыңыз келсе, бізде мықты Формула X деген жобам бар. Ол жақта бізде мықты терапиялар бар, біреу емес, бірнешеу. Және де мен 30 күн бойы ол жақта сіздің мышленияңызбен жұмыс жасаймын. 30 күн бойы сіз терапиядан өтесіз. Қазіргі таңда бір психологтың консультациясының өзі Қазақстан рыногында 50 000 теңге. Ал сіз бұл жерде кем дегенде 8 түрлі терапиядан өтесіз. Плюс еще дайын 30-ға жуық сізде арнайы сабақтар бар. Плюс еще менің шәкіртіме кез келген ақша жайлы өзіңіздің психологиялық кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. Плюс еще апта сайын менімен бірге зумға шыға аласыз. Өзіңіздің өміріңізде кез келген сұрақты қойып, осындай керемет Формула X атты жобама келіңіз. Егер Формула X жобасы сізге қызықты болса, қызығушылық танысаңыз, төменде біз WhatsApp номерді көрсетіп қойғанбыз, сол номерге жазсаңыз болады, немесе менің Instagram парақшама міндетті түрде подписаться етіп алыңыз. Сол жақта біздің менеджер номері тұр, сол жаққа жазсаңыз болады. Дәл осы видеоны өзіңіздің жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Каналыма әлі де жазылмаған болсаңыз подписаться етіңіз. Алда тағы да көптеген пайдалы ақпараттар шығарам. Және де төменге өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді қалдырсаңыз екен, сізге пайдалы болғанымды көрсем, сіздің әрбір пікіріңізді оқысам, мен қатты қуанып, мотивацияға толы болып, тағы да сіздер үшін пайдалы сабақтар шығаратын боламын. Ендеше келесі каналда шығатын пайдалы видеода жолыққанша, сізден коммент, пікір күтемін.